Мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы бойынша шығарылған бабалар сөзі 100 томдығын таныстыру мақсатында сіздердің назарларыңызға 1000 дана беттер библиогидін ұсынамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты Мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы бойынша орындалып жатқан бабалар сөзі атты 100 томдық қазақ фольклорын жариялау жұмысын жалғастыруда. Бабалар сөзі сериясының кезекті 73, 74, 75, 76, 77 және 78 томдарына қазақ ертегілік эпосының қазынасы еніп отыр. Олар жанрлық жүйе бойынша хайуанаттар туралы ертегілер, қиял ғажайып ертегілер, батырлық ертегілер, хикаялық немесе новеллалық ертегілер және сатиралық ертегілер. Көп томдықтың 73 томына хайуанаттар туралы ертегілердің үлгілері топтастырылған. Бұдан бұрын 1979 жылы шыққан хайуанаттар туралы қазақ ертегілері жинағына барлығы 85 үлгенсе, 1988 жылы 163 ертегенді. Ал жаңадан құрастырылып отырған бұл жинақта барлығы 210 ертегі қамтылған. Атап айтқанда, бірінші бөлімге 27 этиологиялық ертек, екінші бөлімге 165 классикалық ертегі, үшінші бөлімге 18 мысал ертегі енгізілді. Бабалар сөзі көп томдығының 74 томына қазақ ертегілік эпосының классикалық үлгісі болып саналатын қиял ғажайып ертегілер енді. Ертегі мәтіндері қолжазба қорларындағы түпнұсқадан алынып, ешқандай өзгеріссіз жарияланып отыр. Жинаққа барлығы 80 ертегі енді. Бабалар сөз сериясының 75 томына қазақ ертегілік эпосының батырлық ертегілері енді. Басқа ертегі түрлеріне қарағанда батырлық ертегілердің саны аз. Оның себебі жанрлық бітімнің күрделілігінде. Жинаққа ер төстік, кер құлатты Кендебай, Құламерген, Қамбар батыр, 6 жасар Алпамыс секілді 46 ертегі енді. Жүз томдықтың 76 томына Аяз би, Атымтай, Жомарт, Мұңлық, Зарлық, Хан қызы тағы басқа да осылар секілді 71 мәтіннен тұратын новеллалық немесе хикаялық ертегілер енді. Бұл ертегілер тұрмыс салт ертегілермен салыстырғанда қиял ғажайыптық элементтері көп, қым-қиғаш оқиғалар тізбегінен тұрады. Мұндағы ертегі қаһармандары өз мұраттарына қулықпен емес, ақылмен жетеді, дұшпандарын ақылмен жеңеді. Мәдени мұра бағдарламасының бабалар сөз сериясымен жарық көріп отырған сатиралық ертегілер осы жанр бойынша тұңғыш жинақ. Томға Алдар көсе, Ұртоқпақ, Қожанасыр, Тазжанның қырық өтірігі тағы басқа да осылар секілді күлдіргі ертегілердің барлығы 124 мәтіні енгізілген. Бабалар сөз сериясының 78 томына ұзақ жылдар бойы ел арасынан жиналған қазақтың аспан денелері, ұмай ана, алып батырлар туралы, жылан адам тағы басқа да мифтер енгізілді. Мифтер олар дүниенің жаратылысы, тіршіліктің қалай қайдан пайда болғандығы, оның себебі мен салдары, адамзаттың сәбилік санасының нәтижесінде пайда болған ғажайып әңгімелер, аңыздар, наным сенімдер, түсініктер. Құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым, Лисаков орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің барлық кітапханалары сіздер үшін қызмет көрсетуін жалғастыруда. Келіңіздер, рухани жан дүниелеріңізді байытамын десеңіздер, кітап алып оқыңыздар.